Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақты бастамас бұрын менің сөз кезегін өзімнің цифрлы көмекшіме бергім келіп тұр. Сәлем, достар. Мен сіздердің цифрлы көмекшілеріңіз. Бүгін біз компьютердің қалай жұмыс істейтінін бірге зерттейміз. Сен ойландың ба, неде пернетақтада бір батырманы бассаң, экранда бірден нәтиже шығады? Ендеше, осы сұрақтың жауабын бірге іздейік. Цифрлы көмекші айтып кеткендей, бүгінгі өтетін тақырыбымыз компьютер қалай жұмыс істейді. Бүгінгі сабақтағы оқу мақсатымыз компьютердің негізгі құрылғыларының өзара әрекеттесуін түсіндіру. Осы оқу мақсатынан шығатын сабақтың мақсаты компьютердің негізгі құрылғылардың қызметін сипаттай алады, құрылғылардың өзара әрекеттесуін мысалдар арқылы түсіндіре алады. Ендеше компьютердің негізгі құрылғыларымен танысайық. Экранда бейнеленген дербес компьютер. Оның бірнеше негізгі құрылғылары бар. Оның ішінде біздерде жүйелік блок, монитор, пернетақта және тінтуір. Жүйелік блок бұл біздерде компьютердің негізгі миы болып келеді. Барлық ақпарат осында сақталады, және осында өңделеді. Келесі монитор. Бұл құрылғы біздерге ақпаратты алдымызға көрсететін, ақпаратты шығару құрылғысы. Келесі пернетақта және тінтуір. Бұл біздерде ақпаратты енгізу құрылғылары. Осының көмегімен біздер ақпаратты енгіземіз компьютерға. Келесі кезекте жүйелік блоктың ішіндегі құрылғылармен танысайық. Енді жүйелік блоктың ішіндегі құрылғыларға нақтылап тоқталайық. Жүйелік блок негізі процессор, жедел жады, аналық тақша, қатқыл диск, дыбыс картасы, бейне картасы және қорек көзінен тұрады. Әрбір құрылғыға жекелей тоқталатын болсақ, аналық тақша компьютердің орталық тақшасы. Барлық құрылғыларды осыған жалғанады. Ол компоненттер арасындағы байланысты қамтамасыз етеді, деректер алмасуға мүмкіндік береді. Келесі процессор. Процессор компьютердің миы болып табылады. Бұл бұйрықтарды орындайды және барлық есептеулерді жүргізеді. Оның жылдамдығы гигагерцпен өлшенеді. Келесі жедел жады. Жедел жад бұл компьютердің уақытша жады. Бағдарламалар іске қосылған кезде олардың деректері осы жерде сақталады. Компьютер өшірілгенде жедел жадтағы барлық мәліметтер жоғалады. Келесі кезекте қатқыл диск. Қатқыл диск бұл деректерді ұзақ уақыт сақтауға арналған құрылғы. Файлдар, бағдарламалар және операциялық жүйе осы жерде сақталады. Қатқыл дисктің өзі екі түрге бөлінеді. Біріншісі қатты денелі диск SSD. Механикалық бөліктері жоқ, сондықтан жылдамырақ жұмыс істейді және сенімдірек. Екіншісі HDD. Қатқыл диск көбірек деректерді сақтауға мүмкіндік береді, бірақ баяғырақ жұмыс істейді. Келесі кезекте бейнекарта. Бейнекарта графикалық ақпаратты өңдеп, оны монитор экранына шығаратын құрылғы. Ол әсіресе графикалық бағдарламалар, ойындар және видео өңдеу үшін маңызды. Келесі кезекте дыбыс картасы және қоректендіру көзі. Қорек көзі бұл біздерде компьютерді электроэнергиясымен қамтамасыз етеді. Және дыбыс картасы. Дыбыс картасы компьютерде дыбысты өңдеуге жауапты. Ол дыбыс шығару және жазу үшін қажет. Ендеше осы құрылғылармен жақынырақ танысу үшін Mosaic 3D бағдарламасына назар аударайық. Бұл бізде жүйелік блоктың ішкі құрылысы. Біздерде қоректендіру көзін көріп тұрмыз, аналық тақша, жедел жады, бейне картасы, қатты диск және процессорды көріп тұрмыз. Келесі кезекте ақпараттың компьютердің ішінде қалай өңделетінін цифрлы көмекшім айтып береді. Бірінші, пернетақта электрлік сигнал жібереді. Содан кейін бұл сигнал процессорға барады. Процессор оны өңдеп жедел жадқа жазады. Сосын дерек бейне адаптерге жіберіледі, ол оны суретке айналдырады. Ақпарат мониторда пайда болады, яғни шығыс құрылғысы нәтиже көрсетеді. Оқушылар, бүгінгі тақырыпқа байланысты енді тапсырмалар орындайық. Алдарыңызда сіздердің жұмыс парағы берілді. Ол жұмыс парағында бірінші жеке жұмысымыз. Компьютердің құрылғылары берілген, солардың атауын жазу керек. Бұнда бізде дескриптормыз. Жүйелік блоктың ішкі құрылғыларын атауын біледі. 2 балл.
Екінші жеке жұмысымыз. Бұнда біздерде құрылғылар берілген және атқаратын қызметтер берілген. Жұмысты құрылғыларды атқаратын қызметіне байланысты сәйкестендіреміз. Дескриптор құрылғыларды атқаратын қызметтермен сәйкестендіреді, бұған да 2 балл беріледі. Жарайсыздар. Келесі кезекте біздерде жұптық тапсырма. Жұптық тапсырмада біздер презентация дайындаймыз. Ол презентацияда біздерде негізгі 3 проблема бар. Ол проблемамыз біздің: бірінші, компьютер баяу жұмыс істейді; екіншісі, компьютеріміз қосылмайды; және үшіншісі, компьютеріміз мониторға сурет жібермейді. Осы 3 проблеманы жасанды интеллект құралын қолданып, ақпарат жинау және презентация дайындаймыз. Презентациямыз 5 слайдтан тұру керек. Жұптық тапсырманы бағалайтын дескриптор. Компьютердің істен шығу себебін анықтап, негізгі бөлшектердің қызметін түсіндіреді, 1 балл. Жасанды интеллект құралын қолданып, ақпарат жинап шешу жолын ұсынады, 1 балл. Жиналған ақпаратты слайдта дұрыс және түсінікті түрде көрсетеді, 1 балл. Тамаша. Келесі кезекте бүгінгі сабақты қорытындылайтын қорытынды тапсырма. Алдарыңыздағы компьютерде компьютер қалай жұмыс істейді бағдарламасы енгізілген. Сол бағдарламаны ашып, ішіндегі 8 сұрақтан тұратын қорытынды тестті орындаймыз. 7-8 дұрыс жауапқа 3 балл, 5-6 дұрыс жауапқа 2 балл, 3-4 дұрыс жауапқа 1 балл беріледі. Жарайсыздар. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, сіздің алдыңыздағы жеке парақта сіздің бүгінгі сабақта жинаған барлық балдарыңыз тұр. Бірінші, екінші жеке тапсырма ол өз-өзін бағалау жұмысы. Үшінші тапсырма жұптық тапсырма. Ол тапсырмада мұғалім бағалайды сізді. Және соңғы қорытынды тапсырмада сіздер өз-өзіңізді бағалайсыздар. Барлық балды бір-біріне қоса келе, сабақтың соңғы формативті бағалауын қалыптастырамыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, компьютер біздің сенімді көмекшіміз. Компьютер бұл бірнеше құрылғыны бірлесіп жұмыс істеу нәтижесінде жұмыс істейтін күрделі жүйе. Әр құрылғының өз рөлі бар, және олардың әрқайсысы компьютердің жалпы өнімділігіне үлес қосады. Оқушылар, үй тапсырмасына 31 беттегі тапсырманы аламыз. Оқушылар, бүгінгі сабақтан алған әсеріміз туралы алдыңызда адамның 3 көңіл күйі бейнеленген. Осы көңіл күйден егер де сабақ сізге бүгінгі сабақ қиын болған болса, мына батырманы, сабақты жартылай түсінген болсаңыз, мына батырманы, сабақты толық түсінген болсаңыз, мына батырманы басамыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.